Саламатсыздарбы. Бүгін бізде сабақта кім жоқ? Бүгін сабақта оқушылардың бәрі бізбен. Жарайды. Енді біз сабағымызды бастамастан алдын сіздерге мен мынандай карта беремін. Әр топқа бір біреуден алады. Бұл біздегі топқа бөлу әдісі. Түсінді ма? Әрқайсыларыңыз бір біреуден алыңыздар. Енді мен сіздерге бір бағалау, яғни әр топ басшысына бір парақтан беріп отырамын. Яғни бұл әр топты бағалап отырады. Кім қанша ұпай жинағанын. Түсінді ма? Топ басшысына. Жарайды. Енді біз өткен тақырыпты есіме түсірейік. Бізде өткен тақырып қандай еді? Тыңайтқыштардың маңызы. Тыңайтқыштардың халық шаруашылығында маңызы, тыңайтқыштардың түрлері, оларды біз қалай пайдаланамыз. Дұрыс па? Енді ол тақырып бізге үй жұмыста берілген болатын. Соны біз сіздерден сұраймыз. Яғни біздің тақтаға келіп кім шығатынын мынау барабар айналдыру әдісі арқылы анықтаймыз. Түсінікті ме балалар? Шахризада, келе қойыңыз. Органикалық тыңайтқыштар ауыл шаруашылығындағы маңызы. Органикалық тыңайтқыштар бұл үш топқа бөлінеді. Күзгі, егісанда егіледі и екінші кезінде. Күзгі тыңайтқыштарға ұстамыраға, шынтезек, көм, жатырағы. Келесі бізде шығатын анықтап алайық. Келесі бізде Жасылбек шығады. Келе алыңыз. Сұрағын алайық. Органикалық тыңайтқыш дегеніміз бұл табиғи өсімдіктердің дамуына, яғни ол құрамына бөлінетін көң, қуссаңырауға және де шымтезектен бөлінеді. Оның өсімдіктердің пайдасына мысалы су, ауа өткізуіне көмектеседі. Өсімдіктердің дамуына және ықпалына көмектеседі. Қазір бізде шақпал шығады екен, не барамыз? Тыңайтқыш дегеніміз өсімдіктердің жақсы өсуіне үлесін қосатын тыңайтқыштардың бірі болып табылады. Ол фосфор калий азотқа өсімдіктермен жапырағымен Микрокайсыға келер жатыр. Микрокайсыға бізде макро және микро бөлінеді ғой қайсыштан бізде. Оның ішінде микролар қандай қандай? Микро деген кіші, макро деген үлкен, иә? Минералдың элементінде мас, калий, марат, хлор, күнзгі жатады. Олар баға үшін сақтап қалуға және екінші жалпыға сұрақ беріп отырамын. Яғни өздері жалпыға үш сұрақ болады. Қай топ, яғни жарысады. Қай топ кім жауап берсе, ұпай соған беріледі. Түсінді ме? Сондықтан сіздер мысалы сізге мысалы мына топ айтсын, мына топ айтсын емес, мына сұраққа кім бірінші қол көтереді, сол жауап береді. Жалпы тыңайтқыш дегенімізде қай команда жауап береді? Тыңайтқыш дегеніміз өсімдіктердің сапасын арттыру үшін берілетін жалпы атауды тыңайтқыш деп айтамыз. Жарайшыларды күзде және көктемде жаңағы вегетативті кезеңдерде кезеңдерде өзінің жаңа қажеттілік кезінде тыңайтқыштарды беріп отырамыз. Сонда өнімнің сапасы артып отырады. Дұрыс. Келесі сұрақ. Органикалық тыңайтқыштардың түрлері қай команда бірінші жауап береді? Ұпай соған беріледі. Сонда сол ұпай бірінші жауап береді. Органикалық тыңайтқыштарға жаңағы шымтезек, өсімдіктің қалдықтары, құстың қамаулары қосылып жатады органикалық тыңайтқыштар. Жақсы, өз бар жоғы үш сұрақ беріледі. Органикалық тыңайтқыштардың егістікке беру мерзімі қай уақытта
беріледі. Қысы бойы жатса, ол топырақта не істейді? Қыста мысалы жаңбырдың суы, қардың суымен ол еріп, ол жерге дайын болып шығады. Түсінікті ма? НПК дегеніміз не? Фосфор, калий, азот, фосфор, калий. НПК оны біз қысқартып деп айтамыз. Ал жарайды. Енді балалар, бізге бұл басты бағала болды, қандай сұрақтарға жауап берген. Енді сіздерге дәптеріңізді ашыңыздар, бүгінгі тақырыпты жазып алыңыздар. Бүгін бізде жаңа тақырып ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестері және олармен күресу әдістері, яғни жалпы зиянкестермен күресудің әдістері мен түрлерін сіздерге жалпылама түсіндіріп беремін. Жасыма, біздің білесіздер 2025 жылы бізде қандай жылдай атады? Жұмысшылар жылы деп атады. Жұмысшылар жылы болғаннан кейін біз осы тақырыбымыз осы жұмысшылар жылына тікелей байланысты. Біздің агрономдардың басты мақсаты бізде жоғары өнім алып және соларды есту керекпіз. Жоғары дәрежеде сапасы жақсартып өсіріп және оны сату. Сондықтан біздің маманымыз келешекте болашаққа сұранысы ие жоғары мамандықтардың бірі. Енді біздің ауыл шаруашылық дақылдардың зиянкестермен күресудің балалар бізде неше түрі бар? Бізде зиянкестермен күресудің 3 түрі бар, зиянкестермен күресудің, яғни химиялық, биологиялық және агротехникалық курста. Енді осы зиянкестермен біз күреспестен бұрын зиянкестердің ауыз аппараттарына біз тоқталамыз. Олар ауыз аппараттары, яғни сорғыш, кеміргіш және сабақ іші бену арқылы не істейді бізге зиянын тигізеді. Түсінікті ме балдар? Яғни бұл біздегі мына жердегі бұл мақтаның көбелегі, осы көбелек мысалы ол да бізге зиянкестердің түріне жатады. Зиянкестердің өмір сүру ұзақтығы мысалы мына жерде ересек зиянкесіміз шапырақтың астына жұмыртқасын тастайды. Одан кейін олар мынандай личинкаға айналатын болсын, куколкаға айналатын болсын, не істейді? Одан куколкадан кейін 8-10 күннен кейін ересек насеком яғни зиянкестерге айналып біздің егістік алқаптарымызға зиянын тигізеді екен. Енді бізде зиянкестермен қорғаудың тағы бір мынандай ең маңызды мәселеміз бар. Ол бізде инсектицидтер, фунгицидтер және гербицидтер және гербицидтер және дезинфекция деп аталады. Ал инсектицидтер соның ішіндегі біздің бүгінгі тақырыбымыз біз не еді? Ауыл шаруашылығында зиянкестермен күресу әдістері. Соның бірі осы инсектицидтер. Яғни біз зиянкестермен күресу үшін біз бірінші не істейміз? Осы инсектицидтерге жүгінеміз. Яғни ол бізде үлкен бөлім, сол бөлімнің ішінен ашып қараймыз. Әрбір дақылдың өзінің зиянкестері бар. Мақтаның, бидайдың, даже гүлдердің да, бау-бақшалардың, алманың, жемістің барлығының өзінің зиянкестері бар. Сол зиянкестерді біз анықтап аламыз да, инсектицидтердің ішіне кіріп қараймыз. Яғни сізде мақта егдіңіз бе? Мақтаның мысалы қандай зиянкестері бар? Бізде кім біледі? Бізде ауыл шаруашылығында да бітесің. Бар, көбелектер бар, дұрыс па? Соларды біз не істейміз? Соларды бетіне қарап отыра береміз бе? Жоқ, не істейміз? Біз оларды жоюға әрекет жасаймыз. Химиялық әдіспен жойылатын жасын ба, әлде биологиялық әдіспен жойылатын жасын? Химиялық әдіспен жойылған тиімдірек, себебі ол 100% бізге мияларды пайдаланып жасап береді. Ал биологиялық әдіс ол біздің жауып жібереді. Сол зиянкестерді жиі жауып жібереді. Бірақ ол бізде қазіргі кезде көп қолданылмайды. Көбісі бізде химиялық әдіске ең тиімді және ең оңай жолмен не істейді? Күресіп жатыр. Түсінікті ме балдар? Енді мен сіздерге қазір осы зиянкестердің сіздерге несін айтып өтейін. Мысалы мына жерде қарасаңыздар, мынау қандай, мынау не? Қазақшасы колорадо. Қоңысы деп айтайды. Бұл да бізде зиянкестерге тікелей қатысы бар. Бұл да бізде зиянкестеріміз, яғни бізде картоп дақылы егілген ме балдар? Картоп зиянын егіледі, дұрыс па? Сол картоп дақылы егілгенде бізде міндетті түрде осындай зиянкестеріміз пайда болады. Мынау бізде 3D форматында түсірілген жаңағы несі. Бұл үлкейтілген көрсетілген. Мына жерде қарасаңыздар, үлкейтіліп көрсетілген. Бұл жерде біз несін анықтай аламыз? Мысалы, бұл зиянкестер өте мынандай какой-то миллиметр, сантиметр болады, дұрыс па? Мына жерде үлкейтіліп көрсетілген. Бұл жерде мысалы, мына жерде қарасаңыздар, мына жерде қазақша аудармасаңыздар болады, яғни басы, кеудесі, құрсақ қуысы деген бөлімдер бар. Сол бөлімдер арқылы мынаны өзіміз айналдыра отырып не істейміз? Біз ат жағын, алды жағын, в общем, барлық жағын көруге болады. Мысалы, бұл мысалы бізде зерттеуге өте ыңғайлы. Мысалы, егістік алқаптарында осы тоғыздары бар фонды ұстап алмаймыз, сондықтан бұл бізде сіздерге трейдер форматында көрсетілген осындай тоғыздарымыз. Енді бұны мысалы мына жерде мына тек мына қандай бөлшегі көрсетілді, мына бізде кеудесі дейді. Одан кейін мына несі? Қанаты, яғни қанат жақтарында осылай тек қана ашып көрсете алады. Одан кейін мына несі бізде? Құрсақ қуысы. Мынау жаңағы кеудесі және мынау бізде басы, басы. Міне осылай қазір бұл қоңыздың мына жерде тұрған мұртшасы, мұртшасы бар. Одан кейін ауыз аппараттары қандай? Мен сіздерге ауыз аппараттарын өткен кезде олардың ауыз аппараттары ауыз аппараттары мен бағана айттым, сорғыш, кеміргіш және сабақ ішіне ену арқылы. Бұл бізде қандай екен? Ауыз аппараттары кеміргіш, яғни бұл бізде кеміріп не істейді? Біздің картоп егістік дақылдарымызға зиян келтіреді. Бұл жерде барлық дақылдардың зиянкестері бар. Бізде ас атасы бізде мысалы бидай нанның арқылы кеткен. Картоп бізде екінші ас атасы бізде міндетті түрде осындай зиянкесіміз келеді екен. Енді осы зиянкестермен күресудің біз қандай тәсіл өттік? Яғни осы зиянкесіз картоп егістік алқаптары пайда болды. Оны қалай біз жоямыз енді? Агротехникалық жоюға болады және химиялық және инсектицидтер. Осыны ары қарай сіздерге осы туралы мәліметтерді тағы да видеороликте қалай зақым келтіреді және де зиянкестер басқа мәдени өсімдіктерге зиянын тигізе алады сияқты сұрақтар бүгінгі тақырыптан біле аласыздар. Зиянкестерге бірінші біз тоқтамастан бұрын зиянкестердің морфологиялық биологиялық ерекшеліктерін біліп алуымыз керек, яғни өмір сүру ұзақтығы. Келесі біздегі мынау қоңыздар. Бұл қоңыздар топырақта бекеттері, топырақта личинкасы, жұмыртқасы салып, сол жерде қоректеп ересекке айналады. Ересекке айналған кезде біздер бидайдың басқа да кез келген дақылдардың
қарай өсіп дамуына кедергі жасайды. Біздегі келесі квадрат конусы, яғни жұп деп аталады. Ол көбінесе мақал топтарына зиян келтіреді. Көбінесе жапырақтардың артына жұмыртқасын салып, сол жапырақтардан мекен етеді. Келесі бізде гусеница. Бұл біздегі орам жапырақтың зиянкесі. Бұл да көбелектер, мына біздегі көбелектер сияқты жапырақтардың артына жұмыртқасын салады, жапырақтардың шырығын сорады, шырығы суырғанға көбірек етеді. Келесі бізде қия. Қияның өзінің мұртшасы, яғни өзінің ине тәрізді сияқтысы бар. Сол арқылы жапырақты тесіп, сонымен қоректенеді. Жапыраққа мыңдаған, екі мыңдаған ұрпақ тастайды. Олармен күресу үшін біз міндетті түрде химиялық препараттарды қолдануымыз қажет. Химиялық препараттарды қолданған жағдайда сәйкестігіміз көбеюімізде көбейіп кетеді. Келесі біздегі ол мекпет жемістерді. Олар көбінесе өсімдіктер тамырлары, кез келген тамыр болсын, солармен қорек етеді. Жалпы осы аталған сәйкестердің барлығы біздің мәдени жабайы өсімдіктердің барлығына зиян келтіреді. Олар өсімдіктерді таңдамайды. Тамырмен қоректеніп, тамырын шіруіне әкеледі. Яғни тамырлары зиян келтіргеннен кейін ол тамыр жарамсыз болып қалады да ары қарай бізге өнім бере алмайды. Өнім бермегеннен кейін біз оны өсіруден не пайда? Жапырақтар жұмыртқасын салғаннан кейін жапырақтар көрінісі осындай болады. Сәйкестермен қосылудың бірден бір шарасы ол талдарды актеп, талдарды қандай да бір сәйкестерге қарсы обработка жасап отыруымыз қажет. Және де топырақты үнемі қопсытып, аударып, тырналып, арамшөптерден тазалап отыруымыз қажет. Себебі сәйкестер бір ұрпақ тастағанда мыңдаған миллиондаған ұрпақ тастайды. Сондықтан жылқы болсын, құмырсқалар болсын, олар бізге өте мыңдаған, екі мыңдаған зиян келтіре алады. Олар көбінесе ағаштардың қуыстарына кіріп алады, ағаштарды және шіруіне әкеп соқтырады, ағаштарды кеміреді, жапырақтарды кеміреді, жапырақтарға ұя салады, жұмыртқасын тастайды. Және мынау ересектері суретте көріп тұрғанымыздай гүлдерді жеп өнімнің мол беруіне кедергі жасайды. Кез келген бақша дақылы болсын, жеміс көкөністер болсын, астық дақылдар болсын, жеміс көкөніс дақылдар болсын, барлығына бірдей зиян келтіреді. гүлдер фазасында, жапырақтарында, өнім беріп жатқан кезде өнімнің тесіп ішіне кіру арқылы ішінде жүргендердің бәрін мен білген тақырып бойынша осы жерде сұрақтар бар. Сол сұрақтарға әр командадан бір оқушы келіп, мұғалім ойнатып сол сұраққа жауап береді. Сол сұрақты жауап берген кезде ұпай сол адамға, сол командаға. Солай аңғай тексті бірінші болып өзін айналдырып берген қандай сұрақ келетінін біз көрейік. Кім келеді? Келе ғой. Ауыспалы егіс дегеніміз не? Және оларды егістік алқаптарында қалай қолданады? Қайсысына жауап бересіз? Ауыспалы егіс дегеніміз не? Ол кезектестіріп егу деген. Дұрыс, өте дұрыс жауап бердіңіз. Ауыспалы келесі сұраққа бізде ортадағы неден шығу керек. Шахризада келе отырсыз. Сізге арналған сұрақ. Тыңайтқыштар ретінде жұмыс жасайды. Келе отырсыз. Жер ана тобы, анау бізде дәлді ерекше тобы жауап берді. Топырақта және ағына мен айтқан нелері сол зиянкестерді топыраққа енгізіп осы топырақты аударып шығу керек. Топырақтарды не істеу керек, иә? Арамшөптердің бәрін алып тастау керек деген сияқты. Тыңайтқыш деген не екен? Ол отыра қойды. Химиялық күрес дегеніміз не? Химиялық күрес дегеніміз шақлықшылар қойыңыз. Зиянкестердің өзінің неше әдісі бар? Дұрыс, жақсы. Келесі сұрақ. Жалпы жаңа оларда шығар, жауап береді, ұпай соған барады. Ошақтағылардың зиянкестері қай команда жауап береді? Айталық. Бітен. Бітен деген көмек емес па? Бітен. Дұрыс. Енді тағы дәл тобына арналған сұрақ. Зиянкестердің алыс ақпараттары нешеге бөлінеді? Үшке. Басқа келесі көрейік. Может, 8 бекен. Дұрыс. Дұрыс. Сен жолда сіздерге берген сұрақтарыңыз осымен
сәйкестермен күресу ол осы біз егіп жатқан егіндерімізден сапалы және жақсы өнім алу үшін одан қорғануымыз керек. Дұрыс. Ал енді бауды көрейік. Өнімділікті арттыру және дақылдарды қорғау. Яғни біздің мақсатымыз өнімділікті арттыру емес қой. Егер жоғары өнім алмасақ, не үшін біз зиянкестермен күресеміз? Түсінікті ма? Ал енді бұл Семиралда тұқымды дәрілеу жұмысы. Түсіндің бе? Семиралда тұқымды дәрілеп алады екенбіз. Биология препараттарға ең жақсы солай болады. Биология препараттар, біз бар айттық, ол препараттар, химиялық препараттар, биология препараттар жалпы оның құрамы не болады? Жалпы көрейік. Бактериялық препараттар, яғни бактерия қолдан жасайды. Ол бірақ ол препарат емес. Ол егіске берген кезде өсімдіктерді адамдарды ешқандай уланбайды. Керісінше пайдасын береді. Түсіндің ме? Карантиндік шаралардың мақсаты қандай? Карантин дегенде Бірінші өсімдік, екінші өсімдікке зиян келтірмес үшін. енді дұрыс жауап. Мына жерде бізде сәйкестер түрлері белгіленген. Бұл жерде сәйкестері 4-ші арқылы бешелері бар. Сол мәселе. Қаншалықты дәрежеде түсінгендеріңізді білу мақсаты. Тәжікер басты. Үйде оқып, конспект жазып қағидасымен ал сау болыңыздар.